Қазақстандағы балалы отбасылар жоғары жәрдемақыны ала бастады. 2025 жылы Қазақстанда бала тууға, бала күтіміне байланысты және көп балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы мөлшері өсті. Қандай сомаға қатысы барын толығырақ айтатын боламыз. Қазақстанда балалы отбасылар ерекше қолдауға сене алады. Мысалы, бала туғанда бір жолға мемлекеттік жәрдемақы, сондай-ақ баланы 1,5 жыл күту үшін ай сайынғы төлемдер қарастырылған. 2025 жылы Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлағандай, бұл жәрдемақылардың мөлшері айлық есептік көрсеткіштің 3.932 теңгеге дейін өсуі есебінен 6,5%-ға өсті. Мысалы, бала туғанда төленетін жәрдемақы мөлшері енді алғашқы 3 балаға 149.416 теңге болды. Төртінші және одан кейінгі балаларға 247.716 теңге. Бала күтіміне байланысты жәрдемақыға келетін болсақ, олардың мөлшері енді мынадай болмақ. Бірінші балаға 22.648 теңге, екінші балаға 26.777 теңге, үшінші балаға 30.866 теңге, төртінші және одан кейінгі балаларға 34.995 теңге. Ведомствоның хабарлауынша, қазірдің өзінде 33,7 мың адамға жалпы сомасы 6 миллиард теңге бала тууына байланысты жәрдемақы, 123 мың адамға 3,6 миллиард теңгеге бала күтімі бойынша жәрдемақы тағайындалған. Көп балалы отбасыларға берілетін жеңілдіктер қалай өзгерді? Қазақстандағы көп балалы отбасыларда қосымша қолдауға сене алады. Еңбек министрлігінің мәліметінше, ағымдағы жылдың қаңтар айында 604,7 мың отбасы көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақымен 43 миллиард теңгеге, тағы 241,8 мың марапатталған аналарға 6,5 миллиард теңге жәрдемақы төленді. Бір қызығы, екі жағдайда да азаматтарға өткен жылғыдан жоғары жәрдемақы төленген. Мысалы, қазір көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар келесідей болмақ. 4 балаға 63.030 теңге, 5 балаға 78.798 теңге, 6 балаға 94.565 теңге, 7 балаға 110.332 теңге, 8 және одан да көп балаға әр балаға 15.728 теңге төленбек. Алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапатталған аналарға бұрын батыр ана атағын алған немесе бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендермен марапатталған аналарға төленетін төлемдерге келсек, енді олардың мөлшері мынадай. Күміс алқа 25.165 теңге. Алтын алқа алқасы батыр ана атағы және бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендері 29.097 теңге. Естеріңізге сала кетейік, 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар немесе 23 жасқа толмаған күндізгі бөлімде оқитын студенттер, олардың табысына қарамастан бірге тұратын отбасылар көп балалы отбасылық жәрдемақы алуға өтініш бере алады. Балалы отбасылар тағы қандай көмек ала алады? Айта кетерлігі, балалы отбасылар мемлекеттік жәрдемақыдан бөлек мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдер ала алады. Еңбек министрлігінің мәліметінше, қаңтарда жүктілігіне және босануына байланысты табысынан айырылған жағдайда 23,6 мың адам жалпы сомасы 33,3 миллиард теңгеге әлеуметтік төлем алған. Орташа төлем 1.714.618 теңгені құрады. Сондай-ақ бала күтімі бойынша жәрдемақыға балама ретінде жұмыс істейтін азаматтарға да осындай әлеуметтік төлем төленеді. Қазірдің өзінде оны 24,2 мың адам алған. Орташа төлем 93.740 теңгені құрап, жалпы сома 37,2 миллиард теңгеге жетті. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді әлеуметтік аударымдар төленген ресми жұмыспен қамтылған азаматтар ғана алатынын есте ұстаған жөн. Төлемдер мөлшері жеке болып табылады және әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу ұзақтығына, сондай-ақ жалақы мөлшеріне байланысты. Біз мұнда қазақстандықтардың қордан қандай төлемдер ала алатынын егжей-тегжейлі сипаттадық.